Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге фаршталған картоп тағамының рецебімен бөліскім келеді. Ең алдымен картоптарымызды ортасынан екіге бөліп, содан кейін видеодағындай етіп картоптың ортасын ойып, фарш салатындай етіп дайындап аламыз. Пиязымызды майдалап кубиктеп турап аламыз. Ал картоптың ортасынан алған қиқымдарын тастамаймыз. Блендерден немесе ет тартқыштан өткізіп майдалап аламыз. Енді картопымыздың ортасына салатын салмамызды дайындау үшін ыдысымызға фаршымызды, майдаланған картопымызды, пиязымызды, дәм беру үшін қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, тұзымызды және бір жұмыртқамызды қосып, араластырып қолымызбен мыжимыз. Салмамыз дайын болды. Картопымыздың ортасына видеодағындай етіп саламыз. Тұздығымызды жасау үшін пиязымызды, түрлі түсті бұрышымызды, сарымсағымызды, сәбізімізді турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, пиязымызды салып, араластырып, қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізді саламыз. Араластырып, түрлі түсті бұрышымызды саламыз. Араластырып, 5-10 минуттай тағыда қуырып аламыз. Томат пастасын салып, тағыда кішкене қуырамыз. Содан соң үстіне суық суымызды құйып, қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Тұздығымыздың үстіне фаршталған картопымызды салып, қазанымыздың қақпағын жауып, жай отта 40-45 минут бұқтырамыз. Міне фаршталған картоп тағамыз дайын болды. Оңай жасалатын және дәмді ас. Ас болсын. Бүгін сіздерге сиыр тілі қосылған, өзі оңай және жеңіл, витаминге толы салаттың рецебімен бөліскім келеді. Біздің салатымызға керек заттар: сиырдың тілі, қызанақ, қияр, сарымсақ, түрлі түсті болгар бұрышы, петрушка және әрлеу үшін салат жапырағы. Алдымен сиырдың тілін қайнатып пісіріп аламыз. Суығаннан кейін жұқалап турап ортасынан бөлеміз. Қиярымызды да ортасынан бөліп, осылай қиғаштап тураймыз. Түрлі түсті болгар бұрышын да видеодағындай етіп турап аламыз. Петрушканы да майдалап тураймыз. Қызанақты ұзынша етіп тураймыз. Бір тіс сарымсағымызды да үккіштен өткіземіз. Енді осы салатымыздың үстіне құятын соусымызды дайындап алуымыз керек. Ол үшін бір ыдысқа 1 лимонның жартысын сығып аламыз. Үстіне шай қасық орегано, зәйтүн майын, горчица, бал қосамыз және кішкене тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды араластырып, үстіне осы соусымызды құйып шығамыз. Тарелкамызға салат жапырағын төсеп, үстіне салатымызды саламыз. Және әрлеу үшін бальзамический соустан осылай зигзаг жасап қойсаңыздар болады. Болмаса күнжіт сеуіп қойсаңыздар да болады.
Сіздермен бүгін ірімшік қосылған ватрушкадан видео рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін біз ыдысымызға жыл үстімізді құйып, үстіне қантымызды салып, венчикпен араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды саламыз, сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Үстіне дрожжимізді саламыз, ашытқымызды, дәміне қарай тұзымызды саламыз, жұмыртқаны жарып салып, әбден дрожжиміз, ашытқымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп, шетінен қосамыз. Массамыз қоюланғанша венчикпен араластырып, одан кейін ұн қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп болдық, енді бетін жауып, 1,5-2 сағатқа қамырымыз көтерілгенше жауып қоямыз. Менің қамырым 1,5 сағатта көтерілді. Оны үстінен басып, тағы да екінші рет көтерілгенше жауып қойдым. Қамырымыз екінші рет көтерілді. Қамырымызды басып, одан кейін шетке қоя тұрамыз да, енді ішіне қосатын салмасын дайындауға кірісеміз. Ірімшігімізге құмшекерімізді және бір жұмыртқамызды жарып қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп, домалатып формасын жасаймыз. Қамырымыздың формасын жасап болғаннан кейін орамалмен бетін жауып 30 минутқа көтерілгенше тағы қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді мен үстін пияламен басып, бір ас қасықтан ірімшікті салманы салдым. Және оның үстін салманың үстін басып қойдым, шашырап кетпес үшін. Біздің ірімшік қосылған ватрушкемізге керек заттардың мөлшерін мен видеоның астына қалдырамын. Ватрушкаларымыздың бетіне бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып жағып шығамыз. Сонда беті жып-жылтыр болып, әдемі болып піседі. Пешімізді 180 градусқа қойып, ірімшікті ватрушкаларымызды 30-35 минутта пісіреміз. Міне ірімшік қосқан ватрушкаларымыз пісті, өзі жақсы көтерілген, жұп-жұмсақ, иісі де дәмі де өте керемет болып пісті. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сіздермен болған Жазира.
Құрметті менің көрермендерім, енді сіздермен моншақ әсіптің рецептісімен бөлісейін. Ол үшін бізге қойдың жүрегі, өкпесі, көк бауыры, құйрығы, сиырдың ішегі, бір кесе күріш, сарымсақ, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, су қажет болады. Өткіземіз және де сарымсағымызды жуып тазалап, әдемілеп саламыз. Егер дұрыстап өтпей жатса, қасықтың көмегімен итеріп салуға болады. Сондықтан шекті әдемілеп бір келкі қып видеодағындай етіп осылай шекті бір келкі қып әдемілеп байлап болғаннан кейін үлкен ыдысқа таза су
Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында 3 түрлі суши жасаудың рецептімен бөлісейін. Бізге сушиге керек заттар: қызыл балық, қияр, краб таяқшалары, күріш, сүзбелі ірімшік, нори жапырағы. Ең алдымен күрішті осылай жуып, тазалап, қайнатып аламыз. Қиярымызды жіңішкелеп, ұзыннан турап аламыз. Краб таяқшаларында ұзыннан жіңішкелеп турап аламыз. Қызыл балығымыздың сыртын тазалап, аршып аламыз. Осы балықтың жартысын ұзынша қылып, жіңішкелеп турап аламыз. Күрішімізді пісіріп алдық. Краб таяқшаларын, қиярымызды және қызыл балығымызды ұзыншалап, әдемілеп турап алдық. Енді нори жапырағын алып, оның үстіне күрішімізді жақсылап бастырып, жайып шығамыз, біркелкі қылып. Енді сүзбелі ірімшігімізді осылай кондитерлік салафанға салып, күрішіміздің үстіне қалыңдап жағып шығамыз. Жанына туралған қиярымызды қоямыз. Оның үстіне қызыл балығымызды қойып шығамыз. Енді осылай нығыздап ораймыз. Сушиіміздің екінші түрінде нори жапырағын жайып, үстіне күрішімізді жайып шығамыз, бастырып, және сүзбелі ірімшігімізді қалың ғып жағып шығамыз.
Үстіне туралған қиярымызды қойып шығамыз. Және туралған краб таяқшаларын қойып шығамыз. Жақсылап, нығыздап орап шығамыз. Сушиіміздің үшінші түрінде норимызды төсеп, үстіне түгелдей күрішімізді жағып, бастырып шығамыз. Енді оны теріс аударып, бетіне сүзбелі ірімшікті түгелдей жағып шығамыз. Қиярымызды қойып шығамыз. Және нығыздап орап шығамыз. Және видеодағындай балықты үстіне осылай бастырып қоямыз. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, араластырып, сушиімізді сол сұйықтыққа малып, болмаса үстіне жағамыз. Барлық жеріне жағып болғаннан кейін, кептірілген нанның қоқымына аунатып аламыз.
Енді табамызға сүйікмай құйып, қыздырып, кептірілген нанға малынған сушиді қуырып аламыз. Міне достар, менің үй жағдайында дайындаған 3 түрлі сушиім дайын болды. Ас болсын.
Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге мерекелік дастарханға қойылатын, пеште пісірілетін маринадталған тауық дайындаймын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге бір бүтін тауық қажет. Мен дүкеннің тауығын алдым. Тауығымызды маринадтау үшін бір ыдысқа бір ас қасық тола майонез, бір ас қасық тола кетчуп, бір ас қасық тола тұз және шай қасық құмшекер, шай қасық қара бұрыш, шай қасық паприка және шай қасық куркума және 3-4 тіс сарымсақ, майдаланған сарымсақ қажет. Осы заттарымызды араластырдық, тауығымызды алып, ішіне сыртына жақсылап тұрып маринадымызды жағамыз. Содан кейін пищевой салафанмен жауып, 3 сағатқа маринадталғанша үйдің температурасында қоямыз. 3 сағат өтті, енді пешімізді қыздырып, табағымызға пергамент қағазын төсеп, 180 градуста 1 сағат 10 минутқа тауығымызды пісіреміз. Маринадталған тауығымыздың жанына қою үшін мен картошка по-деревенски дайындадым. Ол үшін мен 8 картопты аршып, тазалап, бөліктерге бөлдім, видеодағындай. Және бір сәбізді әрлеу үшін теркамен әдемілеп бөліп алдым. Тауығымыздан қалған маринадымызға бір ас қасық сұйық май қосып, сол ыдысқа картопымызды да салып араластырып алдық. Және қалғанын сәбізімізге жағамыз. Пешіміздің табағына пергамент қағазын төсеп, картоптарымызды қойып шығамыз. Және картопымыз 180 градуста 50 минутта пісетін болғандықтан тауықпен бірге пісіруді жөн көрдім. Сәбізімізді тауықтың жан жағына қойып пісірдім. Тауығымыздың пешке қойғаннан кейін 30 минут өткен кезде пештен шығарып, үстіне өзінен бөлінген сөлін құямыз. Оны 1-2 рет жасасаңыздар болады. Сонда тауықтарыңыз қызарып, дәмді боп, әдемі боп піседі. Міне достар, мерекелік дастарханға қойылатын маринадталған тауығымыз пісті. Иісі де, дәмі де өте керемет болып пісті. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де менің рецебіммен тауықты осылай маринадтап пісіріп, балаларыңызды, қонақтарыңызды қуантсаңыздар болады. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді меренга рулетінің рецебімен бөліскім келеді. Ол үшін бір ыдысқа жұмыртқамыздың ақ уызын сарысынан бөліп аламыз. Миксерімізбен жайлап араластыра бастаймыз. Ақ уызымыз көпіршіктене берген кезде саусағымыздың ұшымен тұз қосамыз. Содан кейін шекерімізді 3 бөліп қосып, миксеріміздің қатты айналдыратынына қосып, уызымыз қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Енді үстіне жүгері крахмалын қосып, 1-2 минуттай тағы да араластырамыз. Міне осындай қою, уызымыз ақпайтындай болу керек. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градусқа 20-25 минутқа пісіруге қоямыз.
Үстіне миндаль үгінділерін сеуіп шығамыз. Меренгамыздың кремін дайындау үшін творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, миксерімізбен араластырамыз. Енді үстіне 33% сливкемізді қосып, миксерімізбен жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Міне, меренгамыз пісті. Түрі осындай түс болу керек. Жайлап саусақпен басқанда қытырлаған дауыс болады. Меренгамызды суытып, басқа пергаментке ауыстырып, дайын кремімізді әдемілеп жағып шығамыз. Үстіне мен мұздатқыштан алынған малинамызды, таңқурайымызды қойып шықтым. Құрметті менің достарым, көрермендерім, енді өзімнің рецебіммен жасап жүрген шоколадты блины тортымның рецебімен сіздермен бөліскім келеді. Бұл тортқа керек заттарды сіздер видеодан көріп тұрсыздар. Осы тортты пісіру үшін бізге алдымен блиныды, құймақты дайындап алу керек. Ол үшін таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып миксерлейміз. Оның үстіне құмшекерімізді, електен ұнымызды өткізіп қосамыз. Үстіне какаомызды қосып миксерлейміз. Үй температурасындағы сүтті қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз. Ас содасын қосамыз. Жақсылап миксермен тағы да араластырамыз. Шоколадты блинымыздың, құймағымыздың қамыры дайын. Енді табамызды қыздырып, осы блиныларымызды, шоколадты құймақтарымызды біртіндеп жұқалап әдемілеп пісіреміз. Енді тортымыздың кремін дайындау үшін 33% клейгейге қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміз осындай қою болу керек. Енді блинымыздың шеті әдемі болу үшін үстіне тарелка қойып, осылай артық жерін кесіп тастаймыз.
Мен шоколадты блины тортымыздың ортасына балаларымның жақсы көретін жемістері банан, киви, құлпынайды осылай жұқалап турап қосамын. Енді тортымызды жинаймыз. Тарелкамызға блинымызды қойып, үстіне кремімізді жақсылап жағып шығамыз. Енді осы креміміздің үстіне жұқалап туралған бананымызды, құлпынайымызды, кивиімізді кезек-кезек қойып шығамыз. Жемістеріміздің үстіне кремімізді жағып, кезегімен блинымызды, құймағымызды қоямыз. Оның үстіне қайтадан жемістерімізді қоямыз. Солай креміміз бен құймағымыз біткенше осылай жасаймыз. Тортымыздың қалған кремін толықтай жағып, үстін кивиімізбен, бананымызбен, құлпынайымызбен әдемілеп әрлейміз. Қадірлі менің достарым, көрермендерім, біздің шоколадты блины тортымыз дайын болды. Кремі сіңгенше тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Достар, бұл торттың дәмі тіл үйреді. Менің жасаған ерекше рецебіммен жасап дайындап көріңіздер. Ас болсын. Қадірлі менің көрермендерім, достарым, сіздерге бүгінгі видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Жазира Сәбетқызы.